Кеденгір қалалық емханасының онкологы Ескараева Гүлзия Қошқарбайқызы. Сүт безінің қатерлі ісігі әйелдер арасында ең көп таралған онкологиялық ауру болып табылады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша әлемде жылына 1 миллион сүт безінің қатерлі ісігі тіркеледі. Әйелдер сүт безінің қатерлі ісігі басқа қатерлі ісіктермен салыстырғанда өлім-жітімнің көбеюінің негізгі себебі болып отыр. Ауруды ерте анықтаудың маңыздылығы оның толық емделуіне мүмкіндік береді. Өкінішке орай, ауру ерте сатысында симптомсыз өтеді. Науқас өз денсаулығындағы өзгерістерді байқамайды, дәрігерге кеш қаралады. Осының салдарынан ауруын асқындырып алуда. Қазақстанда нақты аурулар бойынша және белгілі бір жас топтары үшін мемлекеттік әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында скринингтік бағдарламалар бар, және олар халық үшін тегін. Солардың бірі сүт безінің қатерлі ісігіне тексерілу. Сүт безінің қатерлі ісігіне және ісік алды ауруларды ерте анықтау бойынша скринингте мақсатты топ 40 жастан 70 жастағы диспансерлік есепте тұрмайтын әйелдер жатады, және олар жылына 2 рет маммографиялық тексеруден өтеді. Аурудың алдын алу, ерте диагноз қою, скрининг және емдеу қатерлі ісікпен сәтті күресудің негізгі компоненттері екенін түсіну керек. Қатерлі ісікті ерте анықтау өмірді құтқарады, емдеу шығындарын азайтады және пациенттің өмір сүру сапасын сақтауға мүмкіндік береді. Сол себепті әр пациент өз емханасында скринингтік тексеруден өту қажет. Егер де сізді скринингтік тексерілуге шақырса, бас тартпаңыз. Денсаулық зор байлық.